Алматы қаласында Қазақстан Халқы Ассамблеясы Ақсақалдар Кеңесінің Адал Азамат ұлт келбеті атты 5-ші республикалық форум өтті. Шараға Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары Марат Әзілханов, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Сергей Пономаров, Алматы қаласы әкімінің орынбасары Азамат Қалдыбеков, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, Қазақстан Халқы Ассамблеясы қоғамдық құрылымның мүшелері және өңірлік ақсақалдар кеңестерінің төрағалары қатысты. Форум аясында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 34-ші сессиясында мемлекет басшысы берген тапсырмаларды орындау мәселелері, ассамблеяның 30 жылдық қызметінің қорытындылары талқыланды. Сондай-ақ этносаралық келісімді нығайтуда, жастарға дәстүрлі құндылықтарды дәріптеуде ақсақалдардың рөлі сөз етілді. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы кітап мұхитындағы аралдар жобасы аясында жазғы демалыс кезінде балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын тиімді ұйымдастыру, әрбір баланың кітапқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында Таусамалы жазғы балалар лагерінде кітаппен әлемді аш тақырыбында жылжымалы кітап көрмесін ұйымдастырды. Іс-шара барысында кітапхана қорындағы кітаптар Қанат Қайым, Хирономатрия, Сәуле Досжан, Ауылдан шыққан миллионер, Берік Садыр, әлем әзіл әңгімелері, панорамалық дыбыста, 3-ті, көңілді көжек, ұсқынсыз үйрек балапан, 4-ті, Абай Құнанбайұлы өлеңдері, Әли Абай, Бурабай және тағы басқа алуан түрлі көркем әдебиет пен ертегі кітаптарына шолу жасалды. Балаларға жастарына сай ертегілер туралы сұрақтар қойылып, жұмбақтар жасырылды. Ертегі кітаптарының кейіпкерлерін бір-бірлеріне жасырып, білімдерін шыңдады. Жамбыл облысы көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы шексіз кино әлемі жобасы аясында 2001 жылда экранға шыққан Александр Ефремовтың «Павадыр» атты тифло комментарийлері бар көркем фильмі қазақ соқырлар қоғамының мүшелеріне көрсетілді. Кино барысында оқырмандар фильмнен алған әсерлерімен бөлісіп, өз ойларын талқыға салды.